Шыңғысхан қайдың кесенген? Бұл сұраққа еліміздегі және шетелдік тарихшылар да әлі дұрыс жауап тапқан жоқ. Себебі олардың ешқайсысы түпнұсқа тарихи құжаттарға жүгінбейді. Бұрын шаманизм нанымында болған деушілер көп еді. Таяу жылдардан бері тәңіршілдік дейтін әлдебір дінге сенген деушілер де пайда бола бастады. Алайда бұл пікірден де тарихи деректік ғылыми тұжырымдық негіз жоқ. Шыңғысхан және оның әулетіне қатысты тарихи құжаттарда да дәлел солай. Тәңір мен Алла бір мағынада исламияттық термин ретінде қолданылған. Демек, ондағы тарихи тұлғалардың тәңір дегені, Алла дегені. Шыңғысхан Моғол саласынан, соның ішінде қият тармағынан шыққан. Ал қияттар Жалайыр, Қоңырат қатарлы бір қанша түрік ру арыстарынан құрам тапқанды. Тарихқа осы тұрғыдан назар салсақ, Шыңғысханның ата-бабалары сонау Оғыз ханның заманынан тартып, бір Аллаға иман келтірген, сондай-ақ олар таза түрік нәсілінен болған. Осы арада тағы бір жайтты айта кетейік. Шыңғыс ханның туған өлкесі Моғолстан, яғни Жетісу деп көне деректерді сұнып келдік. Бұл өлке тұрғындары Шыңғыс хан дүниеге келген тұста мұсылман қауымына айналып үлгергені жалпыға аян жайт. Сондықтан да басқаны былай қойғанда, жоғарыда есімдері аталған түрік текті екі ұлы бабамыз Моғолстанда туып, кейін Қашқарда ғұмыр кешкен Жүсіп Баласұғын мен Махмұд Қашқаридың мұсылман екенін жоққа шығару мүмкін емес. Ол екеуінен қалған асыл мұралар араб әрпімен түрік тілінде жазылған тағы білеміз. Тіпті Махмұд Қашқари бабамыз кітабының әр тарауын Бисмиллахи-рахмани-рахим деп бастап, соның Алланың рахымымен бұл тараутта аяқтады деп бітіріп отырмаушы ма еді. Бұл нені байқатады? Шыңғысхан жорығы басталардан 2 ғасырға жуық бұрын түрік халқының бұл өңірдегі өкілдері осы дінге кіріп үлгерген екен. Демек, Шыңғысхан мұсылман қауымның ортасында ғұмыр кешкен деген сөз. Орда тарихшысы Атамәлік Жөбенейдің дерегі бойынша, Шыңғысхан және оның әулеті исламның ханафи бағытын ұстанған. Атамәлік Шыңғысхан әулетінің болуы ислам ханафи дінінің бақыты болды деп жазғанды. Келесі бір орда ұлығы әлемге әйгілі тарихшы Рашид ад-Дин Шыңғысханның мақсаты ислам дінін секталарға бөлініп қан төгісуден құтқару, бір тұтастыққа келтіру болатын деп атап көрсетеді. Шыңғысхан және оның ордасы ислам дінінде болған батыстық авторларды растайды. Карпини олардың дінінде де Иса пайғамбар ұлықталады. Ғибадат орындарында сыртқы көріністері шіркеуге ұқсайды деп жазған. Әрине, яһудилер мен буддистердің діндерінде христиандықтардың пайғамбар туралы түсінікте жоқ. Тек Құранда ғана Иса ғалейхиссалам пайғамбар деп көрсетілген, әрі есімі көп рет қайталанған. Сондай-ақ оның анасының есімімен аталған Мәриям сүресі де бар. Демек, көзекі куәгер бұл автор Шыңғысхан мен оның халқы ислам дініне сенетін нақты білген. Рубрук өз жазбасында Қарақорым қаласында қаған ортасында 2 мешіт және медресе бар екенін атап көрсеткен. Бұл авторда 13 ғасырдың 50 жылдары ордада бір жылдай тұрған, сондықтан оның да қателесуі мүмкін емес. Ол басқа діннің ғибадат орындары, әсіресе ондағы жалғыз шіркеу қаладан тысқары орналасқан, тым жұпыны екенін мән бере баяндағанда. Оның айтуынша Шыңғысхан ордасында ислам діні ерекше зор құрметке ие. Демек, ордадағылар да, ондағы титулды халық та ислам діні болғаны талассыз. Карпини мен Рубрук Шыңғысханның атамекені Талас пен Шудан шығысқа қарай үлкен өзеннен іледен өткенде солтүстігі үлкен көл Балқашты, оңтүстігі Қарлытау Алатауды көрсетеді. Бұл аймақта Шыңғысхан әулетімен қатар наймандар да болған. Дәл қазір де солай. Екі автордың көрсеткен аймақта түріктің бір тармағы, қазақ халқының Жалайыр және Найман арыстары да баяғыдан бер қанаттас, аралас құралас тұрып жатыр. Рубрук Қойлық қаласы тұрған аймақ, Алатаудың солтүстігі етегіндегі Орған деп аталатын алқапта екенін ерекше діттеп хатқа түсірген. Бұл автор сол жылғы қысты Алатаудың тағы бір қойнауындағы Қарақорым қаласында өткізеді, әрі мұндағы өзен шығыстан батысқа қарай ағатынын сипаттап жазған. Түпнұсқа тарихи құжаттардың барлығы Шыңғысханның атамекенінде Бұрхан, Түрген деген жерлер болғанын баяндайды. Ал осылай аталатын жерлер Алатаудың сағасында Іле алқабында көнеден бүгінге дейін бар. Керісінше, Моңғолия территориясында олай аталатын жерлер ешқашанда болған емес. Шыңғысханның атамекенінде алма өрік өсетіні туралы деректер де осы аймақтың флорасына дәл келеді.
жетісу алманың отаны екені әлем ботаниктері таныған шындық. Сондай-ақ Моғолстан деген тарихи аймақта тек жетісу екені көпке аян. Жоғарыдағы батыстық авторлардың гидрографиялық сипаттамасы да Іле өзеніне тура келеді. Бұл тарихи жағрафиялық шындықта Дулати тарихи Жаһангушай мен Жамиғат Тауарихқа сілтеме жасай отырып анық суреттеп көрсеткенді. Жошының бір баласының есімі Мұхаммед еді. Ол да Шыңғыс хан мен оның әулеті хақ мұсылман болғанын анық дәлелі. Ол Қожа, Ибрахим тағы басқа мұсылманша есімдері бұл әулетте көп кездеседі. Үкітай қағанның бір аты Ақтай болса, бір немересінің есімі Оғыз болған. Енді бұған Шыңғыс ханның ұлы Жошы мен жары Құлан қатынның мұсылмандық дәстүрде жерленгенін қосыңыз. Осының бәрі жайдан жай болуы мүмкін емес. Тірісінде арнап мешіт, медресе, ханақа салдырса, өлісінің басына мұсылманша күмбез тұрғызса, ол халық мұсылман болмағанда кім болмақ? Мұсылман емес адам өз перзентіне пайғамбардың атын қоя ма? Тегі түрік болмаса, Оғыз ханның есімін кие тұрып, оны өз баласына қалай қоймақ? Оғыз хан әрі иллахи уахи арқылы бір Аллаға иман келтіруші хақ мұсылман, әрі барша түрік мемлекеттерінің төп атасы, алғашқы ханы, ең маңыздысы, ол Шыңғыс ханның да төп атасы. Оған хан деген қасиетті науға, ұлы титул содан қалған. Оғыз ханның нәсілінен болмаса, түрік халқының перзенті емес болса, ондай адамның хан сынды мәртебені иеленуге хақы жоқ. Қорыта айтқанда, Шыңғыс хан ешқашанда тәңіршіл немесе шаманизмшіл болған емес. Ол сонау Оғыз ханнан тартып, бір Аллаға иман келтірген халықтың ұлы түріктің ұрпағы. Шыңғыс ханның діні хақ ислам, оның ішінде ханафи бағыты, яғни имам ағзам жолы, Нұғман ибн Сәбит мазхабы, ал тегі түрік, оның ішінде қазақтың жалайыр арасынан. Олар күні бүгінге дейін бізбен бірге жасап келеді. Орта Азия мен Қазақстандағы Шыңғыс хан әулетінен қалған неше оңдаған қала, бірнеше жүздеген ескерткіштер бар. Керісінше, Моңғолияда мұндай этникалық сабақтастықтарда археологиялық ескерткіштер де жоқ. Өйткені Шыңғыс хан және оның әулеті онда ешқашан болмаған.